достар, The Guest Show бағдарламасы. Бізде бүгін қонақта Инабат Жанғали және де ағасы, туған ағасы Асқар әрі продюсері. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Қайырлы күн. Көңіл қалай? Жақсы. Зор. Бұл біздің бағдарлама YouTube жоба болғандықтан өздеріңді емін-еркін сезінсеңдер болады. Енді алғашқы сұрағымызды бастап кетейік. Инабат, өнер саған несімен қызықты? Кішкентай кезімнен бері қызығамын әнге, сосын әнші болғым келеді. TikTok түсіресің ба? Иә. TikTok саған несімен қызықты? Билері. Билері. TikTokқа деген ойын қандай? Мысалға басқалар басқаша көзқараста қарайды, сенің көзқарасың қандай? Сен ойын деп ойлаймын. Биге өзім әнмен биге өзім қатты қызығамын да. Сосын TikTok түсіруді бастадым. Инабат қай қалада тұрады? Шымкент. Ал алда Құдай қаласа болашақта қай қалада тұрғың келеді? Осы Шымкентте тұрмын. Шымкентте ма? Бармаймыз ба басқа жаққа сонда? Басқа қалаға ауысу ойда жоқ па? Алматы ойымда. Алматы бар ма? Алматы. Негізі жалпы Алматыға барса қайтқысы келмей қалады бұл кісінің. Алматы ұнайды өзіне. Астанаға ше? Астана суық па? Енді Шымкенттің адамдарынан суық жақ жақпайды онша. Өздері жылы жүзді болған екен. Суық жақтар онша ұнай бермейді. Өзіңнің жеке авторлық әнің бар ма? Иә, бар. Жеке авторлық әнің бар, иә? Болашақта оның саны көбейе ме? Иә, көбейеді ақтайға. Хитан күтейік па? Иә. Ал енді бізде Асқат өздерің білесіңдер, өткен жолы бір қызықты бір оқиға болған еді. Сол оқиғаны сендерге көрсетсек деп отырмыз. Біздің Нұрсұлтан деген бауырымыз бар. Сол Нұрсұлтан бауырымыздың дайындаған видеоролигін көрейік. Жаман Нұрсұлтан, жаман. Алдады өзі. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін бізде пранк Инабат деген кішкентай сүйкімді қызға. Ойбай. Иә, Нұрекең мені заказға шақырады, мен той алушы болып барамын. Көрейік, қызықты болады деген сенімдемін. Иә, Асқат ренжіме. Бәле. Еще Яндекс. Қыз болатын ба? Иә. Жарақаман ба? Көрген келеді. Голдтан сдач қайтарсам бола ма? Менде голд жоқ, бауыр. Үстіне киіп алсам, әрге шығамыз қазір. Біреуге жаман күттіріп жібердіңіз бе өзді? Инабат кел, жан, алтын. Біреуге Асқат деген жігіт. Мені Асқат деген жігіт, Инабаттың әрі продюсері, әрі ағасы. Сіздің тойыңыз. Онлады өзіңіз көзден көрек деген екен ғой. Инабат қайда? Инабат ше? Абылағыз ба Инабат? Инабат. Сіз не қылдыңыз? Басқа да ойладыңыз бана? Жүрмеген әйелім айтқан ғой. Анау қызымыз соны жақсы көреді деп жана үйдегі айтып екен. Сіз ойлаппын Мен айтамдан біреуге уайымдаманы шақырып береміз десем, ой, не бір алаяқтар бар, анау, мынау, не айтамын да, алаяқтан Құдай сақтасын. Бәріміздің екі басымыз жоқ, лақтырып кетпей ма, бүйтпей ма деп. Инабат деген қыз осы қыз ба? Иә. Баян. Инабат деген ана кішкентай қыз ба не? Инабат деген кішкентай қыз ба не? Кәдімгі мен сен айттың ғой, мен үлкен қыз ба деп сұрадым ғой, сен үлкен қыз деп айттың ғой маған. Ол тойға шығады деп айттың ғой. Ән айта ала ма бұл қыз? Айта аласың ба? Мен жіберді. Қандай ән айтасың? Өзің әндерін айтам? Қандай? Билейтін ба? Өзіңдікі бар ма әнің? Қандай әнің бар өзің? Қай жерде тұрсыздар мына жерде? Ой, мен ойлап. Үйде кішкентай қызым ғой? Сіз негізі айттыңыз, Инабат Жанғали. Иә. Айттыңыз, мен айттым. Онда келіп көріңіз, өзіңіз айттыңыз, барам, жолғам деп. Енді кеп алып, не киіп айтасыз? Ой, мен киіп айтқан жоқпын бауыр. Басқа кішкентай қыз, басқалардың қасында мен де ашуландырып.
Yok sen ne için aşılanıyorsun? Sen ne için aşılanıyorsun? Клиенттер келип калат. Ey, sen men. Звондайын бірдеңе мен сізге барып өтейін саған. Ей, не істейсің жөнделеп сөйлемесең? Не істей аласың? Ей, Нұрсұлтан, қой бауырым. Ұстамақ қой. Ей, Нұрсұлтан, қойдың, мен саған тартпаймын деймін саған. Ал бұл, ал. Пацанға не қылып мен сен бүйтіп ұсайтын пацан балаңа. Пацан сен маған. Женщина пацансыз болады. Сен мен кім екенін білесің ба деген әңгіме сөйлесең. Мынау қуат екен деген. Мен сізге ойласаңыз, мен сізге конкретно айтып жатырмын. 30 мыңға шығып жатқан жоқ, негізі 50-60 мыңға шығады сізге. Сонда кісі келіп айтты, танысым осындай деп, сосын біз танысымыз 30-ға кіріп келейік. Қалада да, Таразда да тойы бар да ол күні. Таныс еместерге қанша ашасыңдар? Сонда елдағы өлең айтып кетеді деп отырмын. Енді дұрыс қой, екі вақыт жасайды ғой енді. Жасаймыз ғой. Сіз өзіңіз айтсаңыз, чипчава кетіп 30 мың бола ма не? 30 мың бола ма не? енді қанша тұр екен? Жоқ енді. 5 мыңға барып бермейінше. Қайрат Нұртас қаншаға шығатынын білесің ба? Қанша ашады? Миллион сұрайды. Қанша ашады? Иә, миллион сұрайды. Басқа кәдімгі қаладағы әншілер бар ғой. Иә. Солардың санасымен бірдей ғой. Неге бұл сонда? Неге бұл? Мен ойлаппын бір 10-15 мыңға шығып беретін шығар. 10-15 мыңға Нұреке, мен сізге айттым. Ол Алматыда тойы бар, Қызылордада тойы бар. Сізге айтсам, сіз өзіңіз дұрыс жағынан түсінбей жатсыз. Шынымен да, дұрыс жағынан түсінбей, өйтіп Түсіндіріп жатық. Просто енді болмайтын болса болмайды деп айтып. жоқ, дұрыс қой, просто ашуланып жатқанында мен Нұреке деген сайын ішіне өйтіп өзіңізден кетпесеңші, Нұреке, шынымен да. Нормально мен сенімен басқа жол сөйлесем. Ой, Нұреке, қойыңыз Нұреке. Мен саған Нұреке, қойыңыз мен. айтып жатырмын. Түсіндің ба? Алло. Қазір мынау қандай магазин? Аты магазин. Үрпішайға келші, ертірақ. Нерті, сөйлесу керек. Тез. Жылайын деп жүр ғой. Маған қайта келсін. Шынды ма бірдеңе деп қояды маған келіп. Қазір келеді балдар. Нұрсұлтан, сенімен сөйлесеміз. Тығылмасаң сен шықсай былай қарай. Ей, жөнделеп сөйле, Нұрсұлтан. Жөнделеп сөйле. Ха, балдар келе жатырмын. Инабат мен жек көріп кеткен шығар. Я да жек көрдім деп айтса айтып. Ашық кегіздер. Не болды? Әлі балдар келді әлі. Не қылды жынды ма дейбі? Қап емессің ба маған? Қап емессің ба? Молодецтен. Молодец. Қалай брат? Сәл болсын сендің бе, сенбедің бе? Ол магазиндерінде хит болады. Осылай кішігірім Инабат сүйкімді қызымыз кішкене қана қорқып қапты. Бірақ ештеңесі жоқ. Главный Асқат сенді кәдімгідей. Сендің бе Асқат? Инабат, қорқтың ба, қорқпадың ба? Бұндай болғанда сенде болмаған ба? Жоқ, болмаған. Жаман қорқып кеттім. Инабат, Ау? бұндай жағдайлар болса не істейсің енді? Мана күліп тұра бересің ба? Пранк қойды. Осылай қызық болды. Қалай Инабат? Ұнады ма видео? Иә. Қалай шыққан? Неден қорқтың? Төбелескеннен. Төбелескеннен қорқтың да? Не үшін олар танымайтын адамдардың төбелесіп жатыр? Не деп қорқып жүрсің олардан? Или мен ұрады деп ойладым ба? Аған үшін уайымдадың ба? Иә. Молодец. Енді сен взглядың. Мен негізі менен магазин сұрады, мен бүйтіп қарадым, еще есептеп жатқам ғой. Магазин аты қандай деп кеп кіріп тұрды ма? Ерегіскен кезде қандай сезімде болды? Мен қатты былай не алған жоқпын. Ана жерде видеода да байқалып тұр ғой, былай мен ерегіскендер қоятшар деп.
бірақ түсінбей тұрмын ғой не болып кетті деп. Қойыңыздар деп қоясың. Қойыңыздар деп еще маған айтып қояды ғой. Ана кісі, ей, сен менің кім екенімді білесің бе? Мен ең жек көретін сол сөзді. Біреулер бар ғой дейді, отырып сен менің кім екенімді білесің ба? Мен үйтіп жерем, бүйтіп жерем дейді сөздерді. Таңғалып қарап тұрмын ғой, мына екеуі не істеп кетті, кеп маған концерт қойып жатқан. Пранк екенін естігеннен кейінгі қандай ощущение болды? Былай не алған жоқпын, сіздер кеткеннен кейін барып ойланып қалғасын, не болып кетті аяқ астынан деп. Камера кіріп келді, ана жерде адамдар ойлайды шығар сценарий болған деп, камера кірді, сразу қолымды билей салдым ғой. Солай қызық болды. Күттіңдер ма, негізі күтпедіңдер ма? Пранк жасайды деп күткен жоқпыз. Бірақ біздің ол күні тойымыз шынымен де көп еді. Оны күні Тараз, Шымкентте 2-3 той болып сонымен жүгіріп қалдық. Керек емес, айналайын той деп қоямын ғой, ол күні 3 тойым бар деп. Ақыры пранк болған дұрыс болды дейсің ғой. Иә, пранк болған дұрыс болды. Шын осындай ощущение шын болған кезі болған ба? Ондай жағдай болмаған бізде. Бұлай жаңағыдай клиенттермен араларында? Клиентпен араларымызда ұрыс па? Клиентпен ренжісу жоқ болмады. Мысалға, тойдағы бір, енді тойда көп жүресіңдер ғой, тойдағы бір қызық оқиғамен өздерің бағдарламада бөлісіп кетсеңдер, қандай қызық оқиға болған тойда? Осы жақын арада мысалды кішкентай кезінде, ең бірінші жүрген кезінде. Ең бірінші жүргенде қандай қызық болды? Ана неде Шайгүл деген тойханада бар емес. Шайгүл. Сол бір тойханаға барғанбыз өлең айтуға. Күтіп тұрдық. Асығып тұрмыз, барып өлең айтып жатыр. Бір қазақ пен өзбектердің аралас тойы болып жатыр. Сонымен өлең айтып жатыр, инабат. Бір өлең айтып бітті, екінші өлеңді айтайын деп жатқан кезде сөйлеп болды, әнім жұп болады деп айтты. Сонымен мен өзім негізі музыка өшіп қалса давлением сразу көтеріліп кетеді. Сонымен ар жаққа инабат екінші өлеңін бастайын деп жатыр. Бір үлкен өзбек кісі шал келіп инабат микрофон жұлқылап жатыр да. Мен ойлаппын, айтпайды болды өлең деп айтып жатыр ма деп жүгіріп барсам микрофонды алып алып музыканы өшіртіп үлгердім. Сөйтсем бетінен сүйіп инабатқа алғысын айтып жатыр да. Сол кезде бір қатты қорқып қалғаным бар, сол есімнен кетпейді. Кез келген сұхбатта қызық оқиға десе соны айтып береміз. Инабат тойдан бөлек үлкен сахналарға шықты ма? Үлкен сахналарға болғанда жоқ, кішігірім сахна, концерттерге болды. Шақыртулар келе ма? Әлі жоқ, әлі келмейді. Инабат, сен негізі көп боянасың ба? Жоқ, көп емес. Көп боянбайсың. Қазір бетімде бояу бар ма? Жоқ, мына жағымда жоқ, просто ерімде. Ерімде ғана. Киімдерді қайдан аласыңдар? Киімдерді өзім тігіншім бар, сол тігіп береді. Тіктіртесіңдер, иә? Киіп жүргендерімде. Сен бояндырған кезде кім бояндырады? Өзім. Ағаң бояндырмай ма? Асқат ағаң? Асқат ағаң негізі Асқат ағаң стилі келеді андай бүйтіп бояндыратын адамдарға. Енді киімді тіктіртесіңдер, Инабаттың сахналық дизайнер дей ма, не дейді? Сондай кім? Мысалға алып шығатын кезде киімді кім таңдайды, кім не істейді, өзің таңдайсың? Өзіміз ұнайды ма деп мен өзім инстадан көріп, немесе барып тігіншімен ақылдасып, сызғызып, Инабаттың өзінен сұраймыз. Енді киетін осы болған екен, бұрын өзіміз ойлағанымызды кигізе беретін едік, қазір деген өзі де шамалы үлкен қыз болып қалды қазір. Өзім таңдаймын. Өзің таңдайсың. Бірге сызғызып, бірге таңдап кигізе береміз. Инабат неден осы сахна өнерден бөлек басқа нені жақсы көреді? Басқа хоббиің қандай? Өзінің хоббиің? Хоббиім билеу. Билеу? Иә. Ол да енді өнерге жатады. Басқа одан бөлек сабақ оқу мысалы. Сабақтан әдебиет оқу. Әдебиет көп оқисың. Особо нені жақсы көреді ғой. Шығармаларды оқып, сол жағы қатты қызықтырады. Мен енді Инабат екеуміздің өміріміз бір сияқты, білмеймін, Инабатқа не ұнайтыны, не қалайтыны барлығын мен өзім жақсы білемін. Екеуміз почти бір адамбыз деген ба. Енді сен ағасы болғаннан кейін, жаңағыдай несі болғаннан кейін, продюсер ретінде кетіп жатқаннан кейін, енді екеуіңнің талғамдарың бір болмаса қиын болады сияқты. Ендігі кезекті өзімнің осы жерде Нұрмахан деген әріптесім бар. Сол әріптесім сендерге кішігірім ойын ойнатып, енді ол ойынды өздерің білесіңдер, енді кім
TikTokта басқа жерлерде ойнатып жүрген ойындар. Нұрмахан өзі таныстырады. Зегіз бағдарламасында кереметтей ойын, кереметтей қызбен, тәтті қызбен тәтті ойын болайын деп тұр. Инабат? Тәтті баламен де, тәтті баланы да қосып қойайық. Инабат, өзің TikTok, Instagramда көргесің бе осындай ойындарды? Иә, көрдім. Нақты тура осындай ойын ба? Нақты емес. Нақты емес. Көрдің бе? Менің ойым басқаша. Мен басқаша фантазиямен істеймін де өзім осылай. Ойынның шарты былай. Инабат, Асқат таныстырып өтейін. Мына жіптерде тәттілер тұр. Осы жіптердің біреуін тартасыздар. Және де қайсысы түссе, соны аласыздар. Егер банан түссе, бананды алып жеуіңізге болады. Жеуге, иә? Иә, жеуге болады. Банан жеуге главное. Лейс түссе, лейсті жеуге болады. Ал егер мынандай кремдер түсіп қалса, онда айып етпейсіздер, бетімізге ұрады. Бетімізге ұрамыз, бір-бірін. Сен ұрасың ба? Сонда біз саған ұрамыз. Олай болса, алғашқы ойынымызда тәтті қыздан бастайық. Тәтті қыз бір жіпті алып тарт. Басып тұрам. Басып тұрайық. Қайсы сыйлық түседі екен? Бәрекелді, молодец, Альбин емес Сникерс. Міне, алғашқы сыйлығың құтты болсын. Келесі, оның ағасы. Жігітте отсың. Асқат, мен басып тұрайын, өзің тарт. Тарт қойғанда сен тартып жатыр. Енді айып етпейсіздер. Кезек-кезекпен тартып жатыр ғой, пепперон тартып жатыр ғой енді. Кезек мен кремді түсіп қалмаймын ба қазір? Инабат, қорықтымын. Маған да бір жақсы бір нәрсе бұйырса екен. Мына екі жұмыртқа бұйырсын. Бет көрмейміз. Осындай енді. Амал жоқ, қайтеміз. Бетке ұрмаймыз, просто. Ұрамыз. Ұрамыз ба? Ұрамыз. Бізге қазір ана түс қалса ұрып жүрмейсіз ба? Ұрам, мен де ұрам. Ойын шарты солай. Мен ұрмайсыз, иә? Иә. Сияй. Кешірім сұраймыз. Болып тұрады енді. Амал жоқ. Ал достар, бетім жууға тура келді. Енді бізде сыйлықтар азғантай қалды. Инабат. Кешірім шығарсыздар негізі. Кешіреміз, иә, ол әрине ол кешіреміз. Мен де өзімнің сыйлығымды алып алдым. Кремді бетіме жағып алдым. Сіз де аларсыздар. Иә, енді сіздер де аларсыздар енді. Инабатқа бұйырсын енді сол. Ал соңғы тарту. Жіпті тартсаң болады, Инабат. Тұрсын. Кремсіз. Бумага, бұл да сыйлық. Бұны да жаратасын, Инабат. Ал енді келесі кезек Асқат бауырымызда. Асқат енді. О, бисмилля деп тарт. Ол бисмилля деп есқат. Ол бис жоқ қандай жерде деп түсінбей қалдым. Ол бис не істеп. Чипси. Асқат чипси отып алды. Лейсті, анау-мынау емес, лейсті отып алды. Енді ақша төлесін. очередь менде. Только анаған түспейін. Менде бір шоколад жейші. О, бисмилля деп сізде көріңіз. Менде бір банан жейші. Банан жеуге. О, бисмилля. Әлі. Екі жұмыртқа деп атсаң, Иә, екі жұмыртқа. Сосын қасында батончик. Мен де тәтті жейтін болдым. Ал бүгінгі ойынымыз осымен аяқталды. Ары қарай сұхбатымызды жалғастырамыз. Ал, Инабат, ойын ұнады ма? Иә. Қалай болды? Жүргізуші ағаларың менің әріптесімді жаман қылдыңдар сендер енді. Нұрмахан Жаман болды, иә. қатты тиді бетіне. Қалай, ойын ұнады ма? Алдын ойнайтын бедің ондай ойындар? Иә, ойнайтын еді. Бірақ өзің свечамен, иә? Иә, свечамен ойнайды. Свечамен? Үрлеу бойынша ғой, Иә. Үрлегенде қанша? Иә, дұрыс. Ал енді сұрақтарымызды ары қарай жалғастырайық. Ортамызда енді Инабаттың ағасы әрі продюсері Асқат отыр.
Асхат, музыка жерлері осы жерде сен бойдақсың, иә? жоқ Жоқ дегенде қалай деп иә бойдақпын 2001 жылғымын ғой әлі кішкентай бойдақсың. Қызың бар ма? қызым бар Бар ма? Айта аласың ба? не деп Атын былай мен таныстырып, сені сүйемін қашан келесің деп па Қашан алмай. көтер. кетіп бара жатырмын түркістанға деп па жоқ айта алмаймын атын өйткені біраз адамдар таниды да айтпа деп отырсаң өнерге қатысар ма? өнерге қатысы жоқ Енді ары қарай жалғастырайық. кальянға қатысы бар десең Айта алмай. Жоқ, болмайды. Сатпай деген. Сен сатпай деген инабаттың өзіне сұрақ көрем ба дегенім. кейін былай шығарып сұрап аласың ғой Жеке айтасың ғой, иә? Айтам. Асхат, осы инабатты біраз болды. Өзің алға қарай жетелеп, сүйрелеп жүргеніңе деп сүйрелеп алып келе жатқаныңа біраз болды. Енді алда, мысалға, алдыңда өте, мысалға, қанша уақыт болды? 3 жылдан асты ғой, 4 жылға баратыр мысалға. Сол уақыттардың ішінде алдында қандай қиындықтар болды? Немесе жаңағыдай сондай қиындық ситуацияларынан шығып кеткен кезде поддержка берген адамдар бар ма мысалға? Сондай жайды өзің ондай толығынан өзің айтып кетсең. ондай жағдайлар болды ғой негізі қазір қанша жыл болды өзі шығып жатқанымызға инабат 3,5 жасынан бастап осы өнер саласына той саласына жүргеніне уже қазір жас 8-де 4 жылға таяп қалды даже 4 жылдан асып жатыр екен ғой солай сол жылдардың ішінде аздаған жылдар болса да сол жылдардың ішінде әжептәуір стрессте болдым әжептәуір өзіме қалай айтсам болады сол арқылы білмеймін мен өзім солай деп ойлаймын мен жаспын ғой әлі 2001 жылғымын ең бірінші шыққан кездерде анау жазған адамдардың пікірлері қатты мен түнмен даже ұйықтай алмайтын едім енді инабатқа қарап жатып қасында бірге жатамын ғой енді сол кездерде ойланып жататын едім ашуланатын едім қатты ашуланып соның әсерінен деп ойлаймын қазір 2001 жылғы болсам да өзімде давлениемен ауырамын да давлением көтеріліп кетеді сондай бар содан деп ойлаймын өйткені біздің семьяда ондай давлениесі бар яғни қан қысымы көтеріліп ауыратын адамдар жоқ отбасымызда 3 қыз 5 баламыз папа мамамда ондай ешқайсысында жоқ содан деп ойлаймын шамалы біреу нервістетсем шамалы біреуге ашулансам сондай нәрселер болып қалады да сонымен солар қазір енді ешкімнің сөзі қызық емес так что біз жамандай беріңіздер айта берсін айтып ит үреді керуен көшеді иә иттер үріп қояды ғой сол сияқты дұрыс айтасың ертең мына біздің де енді жаңа жоба болғаннан кейін енді біздің де жаңа жобаға ертең бізге де жазатындар болады деп ойлаймын бізде енді оларға қарамаймыз Дөк деген кетеді. сен ол дөңк деген кетеді қайдан білесің не ғой енді Асхат мен сен туралы біраз мағлұмат білемін негізі сыртта да өнерде де мысалға қанша жыл болды араласып жатқанымызға былай өзің туралы біраз пікірлер білемін сен де өнерге қатысы бар адамсың негізі енді мен саған қояйын деп жатқан сұрағым қазір инабаттың продюсері болып келе жатсың былай айтқанда ше енді алдағы қойған мақсат армандарың бар ма жаңағыдай өзің өнер жолына шыққың келеді ме өзіңе жеке ән жаздырып деген сияқты мысалға сен де ән айтатыныңды білемін да мен шет жағасын негізі мен ең бірінші өзім бастап өлең айтқанмын ғой тойда емес былай жалпы жарыстарда өлең айтатын кішкентай кезімде негізі біздің семья өнер дегенге мүлдем қарсы семьяда сол өзім негізі ең бірінші өзім бастағанмын өнер жолын былай тойларда болмаса да конкурстарда мектеп кезінде 9 сыныпқа дейін жарыстарда болдым біраз постоянно барып 2-ші орын алып қалатын потому что 1-ші орын сатып алатын еді деп бәрін айтып отырсың ба енді бұл жерде еркін болғаннан кейін ондай нәрселерді айта бересің тығып айтып беріңдер нұқып айтасың ғой сондай болатын сонымен
папам қатал еді негізі. Былай өнерге қойшы, одан ертең пайда жоқ саған, одан басқа нәрсенің оқуын оқы деп не қылатын еді. Сонымен мен по-любому өнерге түскен жоқпын. Өнерге түсіргізген жоқ мені. Сонымен бір болмай қалған бір шарагаға оқуға түстім, программист мамандығы. Ол үшін мен не үшін ол оқуға түстім? Оқуға түспей қалсам, үйдегілер 11-ші сыныпқа дейін оқытайын деп жатыр да. Ал 11-ші сыныпқа дейін оқысам, білем ол по-любому мен ары қарай ұбт тапсырып бір жақсы оқуға түспейтінімді, өйткені мен бәрібір өнер таңдайтынымды білемін да. Сонымен шарагаға келіп түстім. Қай шарага екенін айтпай қояйын деп оқуға түстім. Программист мамандығын барған жоқпын. Жүрдім оқымай. Сонымен оны бітіріп дипломын жатыр әлі алған жоқпын деп бәрін айтып отырсың ба. Енді толығымен айтқан дұрыс. Дұрыс қой, ештеңені жасырмаған дұрыс. Сонымен сол қалаға келу арқылы, яғни сол оқуға түсу арқылы қалаға келдім десем де болады. Содан қаланы көрдім, үйттім, жүрдім. Ойыма инабат келді, осылай. Солай. Білмеймін енді, бір Құдайдың өзі миыма салған шығар деп ойланам ше, кейде өзім де кейде сұрайды ғой, бір қалай миыңа келді деп. Білмеймін. Енді инабаттың бөлек сіңілдері бар, ол сіңілдері де мысалға өнерден қалай? Өнерге шығамыз деп, ол да инабат әпкемізге ұқсаймыз деп, мүмкін еліктеп бұлай не істейтін? Жауап бересің ба? Бар ма, жоқ па? Ондай бар. Негізінде әпкем басында биші болған ғой. Әпкесі? Иә, әпкем. Былай енді қатты мықты биш емес, просто так хобби ретінде ғой. Бірақ мен байқайтын, бірақ қарындастарым, інілерім, ағаларымның ішінде былай ешқайсы өнерге деген қызығушылығы жоқ. Енді өнердің ортасында жүргеннен кейін байқайсың ғой, былай олардың қызығушылығы жоқ. Осындай мына жаққа кетіп баратын, съемкаға кетіп баратын десем, дейді. Уже таң қалмайды десе қазір. Енді сендер неде өнерде жүргеннен кейін жаңағыдай хейтерлер болады, немесе жаңағыдай сендердің өздерің фанаттарың болады, солар туралы айтып кетсеңдер. Хейтерлерге жауаптарыңды айтып кетіңдер. Айтып кеттік қой жаңа оны деп жатсың. Ол айтылмай қалды. Айтылмай қалды ма не? Тың кетті ол. Тың кетті ма ол? Биік қалды, жауап Жаңа айтты ғой, хейтерлер айтып қояды деп. Иә, шынымен хейтерлер айтып қояды ғой. Соның ішінде өзіңе мысалға қатты айтқан сөздері бар ма? Ішінде мысалға қатты жүрегіңе батқан сөздері бар ма? Мен айта алмаймын. Неге? Боқтаулы сөздер. Боқтаулы сөздер. Оны айтуға болмай ма? Мүлдем. Бұл еркін жоба дегеннен кейін саған жаңағыдай айтып отырғаннан кейін, еркін жоба болғаннан кейін burada барлығын айта берсең болады. Ол мүмкін ол экранның арғы бетінен көріп өзінің істегені үшін ұялатын шығар. Комментарияның арасынан. Иә, комментарияның арасынан. Мысалға, ол сөздер қиын тиді ма саған? Иә, қиын тиеді. Қатты ауыр бата ма? Оларға не дейміз? Не жылап отырсың ба сен? Жылама олардан, қорықпа. Олар, жаңа өзің айттың ғой, жаңа ондай нәрселер айтады, қояды деп. Тың кетіп кетеді сосын. Тың кетіп кетеді. Жарайды. Ал енді, біздің жаңа бастап атқан жобамызға өздерінің кішігірім тілектеріңді, лебіздерін білдіріп кетсеңдер. Тек қана айтарым алға. Бір-ақ сөз ба? Зегост ұжымына тек сәттілік, жұмыстарыңыз алға баса берсін. Кішігірім уақыттың ішінде қызықты нәрселер болды. Сол YouTube каналға тіркеліп, дамыта беріңіздер ары қарай. Сіздерде дами беріңіздер. Иә, міндетті түрде ол. Сол. Ал енді құрметті достар, біздің осымен бағдарламамыз соңына қарай жақындады. Біздің Тау-Кен Production YouTube каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Және де комментарий жазып, колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Жақсы.